Ең қорқыныштысы бұл кеселіктің жүдә тез тарқалуында болған. Яғни бір күннің ішінде бүткіл бір ауыл ямаса мәхәлле жоқ болуы мүмкін еді. Ал кеселіктің белгілерін естіген адамлар болса, бұл іллеттің алдын ала алмайтұғылығын түсінген. Мойын, қолтық асты, ямаса қарын аймақлары ісіп, соңынан бұл іскілер қарайып, ал оннан кейін болса қара дақлар пайда бола баслайды. Кеселік жүді тез рауажланар, көпшілік жағдайларда 2-3 күн ішінде адам өлер еді. Ең ауыры бұл ауруды ешкім түсіне алмайтұғын болған. Шпакерлер себебін таба алмас, шара да көре алмас еді. Адамлар болса қорқынышты. Біреулер оны топырақ захарленген дейді. Басқалар Тәңірінің жазасы, күнәларымыз үшін нәлет деп ойлайды. Көпшілік жерлерде адамлар кімді дұр айыплауға түсті. Яхудилер, шетеллілер, хаяллар, сиқыршылар деп гуман етілгендер жазаланды. Айрым қалаларда адамлар үйме-үй жүріп күнәкарларды жоқ етуге харекет етті. Қорқыныш соншелі дәрежеде күшлі болды. Адамлар хаттекі өз балаларын таслап қашқан.